Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2023 жылы жарық көрген шынайы оқиғаға негізделген «Миллион миль от земли» фильмі. Мексика 60 жылдардың соңы ата-анасымен бірге Америкаға аттанар алдында кішкентай Хосе өзінің үлкен отбасымен қоштасты. Мыңдаған басқа мигранттар сияқты, олар да америкалық көршілерінің өздері істеуден бас тартқан ауыр жұмыстарды атқаратын болады. Хосе бұған дейінгі егін жинау маусымында барған мектебіне қайта оралды. Бала ағылшынша нашар сөйлегендіктен сыныптастары оны мазақ етеді. Бірақ Хосе олардың кез келгенінен ақылдырақ. Оның немере ағасы Бета сабаққа кешігіп келді, өйткені ол таңнан кешке дейін егістікте жұмыс істеп жүрген. Келесі күні Хосені таңғы 4-те оятып, басқа жұмысшылармен бірге ауыр еңбекке жегеді. Олардың отбасы бір егістік алқабынан екіншісіне көшіп жүреді. Ал Хосе болса, мектепті қайта-қайта ауыстырады. Бір күні бала батпаққа құлап түсіп, ашуға булығып, ашуын сыртқа шығарды. Надоело! Я устал! Я обгорел до солнца! Я весь в грязи! Я воняю! Я больше не могу! Әкесі ұлына бәріміз де шаршап жүрміз, енді жылағанды ғой. Жүзім өзі жиналмайды деп қатты сөйлеп тастады. Хосе мен Бета шаршағаны соншалықты, сабақ кезінде көз іліп ұйықтап қалады. Хосе үнемі аспандағы жұлдыздар не үшін керек деп ойланады. Ал бір күні теледидардан зымыранның ұшырылғанын көрген сәтте, өзінің бүкіл өмірін ғарышқа арнағысы келетінін анық түсінді. Мисс Янг өзінің мексикалық оқушыларына алаңдаулы, балаларды жиі көшіріп, оларды тым көп жұмыс істеуге мәжбүрлеуге болмайды, бірақ Сальвадор үй алуды армандайды, сондықтан отбасы қанша болса да жұмыс жасайды. Мисс Янг Хосенің болашағына сенеді, сондықтан ол қандай жағдай болмасын, өз арманынан бас тартпау керектігін айтады. Маусым аяқталған соң отбасын алдап соқты, оларға еңбек ақының толық сомасын төлемей қойды. Сонда Сальвадор балаларға қарап, мынау шексіз егістік алқаптары сендердің болашақтарың. Бұл әр мексикалықтың болашағы деді, бәлкім, мисс Янг айтқандай Хосеге сапалы білім беру қажет, ал Мексикадағы үйді олар бұйырған күні сатып алар. Жылдар өтті. Хосе университетті аяқтап, НАСА-ның ғарыш бағдарламасына қатысуға өтініш берді. Көп ұзамай ол зерттеу орталығынан инженерлік қызмет алды. Алайда хатшы әйел оны еден жуушы деп ойлап қалды. В кладовой есть лампочки, швабры, тряпки, веники, чистящие средства и все такое. Бета әлі де егістікте жұмыс істеп жүр. Ол немере інісінің немен айналысатынын онша түсінбейді. Мүмкін, жай ғана сыра ішіп, демалғандары дұрыс шығар, бірақ мигранттарды көп ұзамай қайтадан алқапқа кіргізді. Қалай болғанда да Бета өзінің туысына мақтанышпен қарайды. Ты выбрался отсюда. Ушел туда, где есть работа, статус и уважение. Хосе немере ағасына көмектесуге өзі ұсыныс білдіріп, сол сәтте бір қызға көзі түсіп кетті. Ал жұмыста болса, оған үнемі түкке тұрмайтын тапсырмалар жүктейді. Мысалы, бүкіл ұжым үшін құжаттардың көшірмесін жасату. Оның үстіне НАСА-дан қабылдамау туралы хабар келді. Үйде анасы Хосені үйлену туралы әңгімемен қажытады. Ал әкесі болса, жұмыстан кейін де жұмыс істеп жүр. Можно вывести фермера с поля, но нельзя вывести поле из фермера. Сальвадор ұлына үйсіз қалуларын сенің оқуыңның кесірінен деп есіне салады. Ал Хосе болса НАСА-ға тағы бір рет өтініш жазды. Бірде анасы дайындап берген энчиладаны жұмысқа апарудан бас тартты, себебі әріптестері оны энчилада тасушы деп мазақтайды деп ойлады. Басқалар сияқты сэндвичпен тамақтанып жүре бергенді жөн көрді. Ол өзінің сәнді көлігін сатып, орнына қарапайымдау бір көлік алуға бел буды. Автосалонға барғанда Аделла есімді қызбен танысты. Ол егістік алқабында көрген ару ұялып, сәл кібіртіктеп тұрып, Хосе оны кездесуге шақырды. Қыз қарсы болған жоқ, бірақ алдымен жігіт оның әкесімен танысуы керек екенін айтты. Извини за то, что сейчас будет. Стоп, что? Прошу, не убегай. Аделланың немере ағайындары өздерін бандиттер сияқты ұстайды. Олар инженер Хосеге нағыз тергеу ұйымдастырды, әкесі кешкісін үйге кеш оралды. Ол Аделлаға кездесулерге баруға тыйым салды. Хосе қызбен оның көзінше ғана кездесуге рұқсат алды. Бірақ бұл қиындықтар Хосені шошытпады, өйткені олар бір-бірін ұнатады. Бір күні құжаттарды көшіріп жатқанда Хосе өте маңызды бір ақпаратты байқап қалды. Алайда бастық оны тыңдағысы келмеді. Сонда инженер жағдайды өз қолына алуға шешім қабылдады. Ол бірнеше сынақтар жүргізіп, есептеулер жасады, және басқа инженерлер байқамаған ақауды анықтады. Осылайша ол өзіне назар аударта алды. Ақыры Хосе хатшыға, мен де инженермін, еден жуушы емеспін деп ашық айтты. Аделамен қарым-қатынасы күннен күнге нығая түсті. Қыз бір күні сырын ашты. Оның арманы Америкада нағыз мексикалық асханасы бар мейрамхана ашу, ал жігіті Хосенің ше. Я хочу стать астронавтом.
Адила алғашында мұны жай қалжың шығар деп ойлады. Бірақ бұл ботаник шын айтып тұр. Что должен сделать Ботан, чтобы остаться с тобой наедине? Көп ұзамай екеуі үйленеді. Үйлену тойына екі жақтан да көптеген туыстар жиналды. Нағыз мереке болды. Көп ұзамай тұңғышы дүниеге келді. Олар сәбиге Хулио деген ат қойды. Хулио сәл өскенде отбасында тағы бір сәби өмірге келді. Ал кішкентай қыз әлі жүре алмаған кезде Адиланың құрсағында үшінші бала пайда болды. Хосе басшылық қызметке көтерілді. Енді кезінде мигрант деп күліп, мазақ еткендердің өздері оған бағынуға мәжбүр. Бір кеште Адила нәсі бағдарламасына қатысу үшін күйеуі толтырған барлық өтініштерді тауып алды. Ол неге бұл туралы бірде бір рет айтпаған. Почему ты не рассказал жене, да, что хочешь лететь в космос? Ну отказали ведь. И я хотел сказать. И когда, интересно, собирался позвонить из космоса? Күйеуі ғарышты армандайды, бірақ үйге қайтып келе жатып, жаялық алуды ұмытып кеткен. Хосе Бетаның үйіне келіп, әйелі туралы шағымданды. Бірақ Бета Хосенің неге қапалы екенін түсінбейді. Сен бәріне жеттің. Керемет жарың, жақсы жұмысың бар. Сол ғарыш саған не үшін керек өзі деп таңданады ол. Будь признателен. Иди домой. Давай. Иди домой. Хосе ғарышты өмірінің әр сәтінде ойлайды. Ал Адила күйеуінің арманын өте байыппен қабылдады. Хосе әдетте ғарыш бағдарламасына кімдердің қабылданатынын тізбектеп айтып берді. Астронавттардың арасында көбіне тәжірибелі ұшқыштар болады. Ал басқалары мықты спортшылар, жүгірушілер немесе сүңгушілер. Соларға ұқсау үшін ол денесін шынықтырып, жаттыға бастады. Соған қарамастан оған бас тарту келіп жатты, жылдар зымырап өтіп жатты. Осы арада Адила жаңа арнамыстарды өмірге әкеле берді. Ал Хосе болса НАСАның бас тарту хаттарын жинаушыға айналды. Адила болса өз мейрамханасы туралы арманына қош айтысуға мәжбүр болды. Ол балаларды тәрбиелеумен айналысып жүргенде, Хосе өз дағдыларын жетілдіруін жалғастырды. Алайда соның бәріне қарамастан, ол бұрынғысынша бас тарту хаттарын ала берді. 99 жылы ол тәжірибе алмасу үшін Сібірде тұруға да мәжбүр болды. Я сюда приехал, тут отстойно. Да, но мы знали, что так будет. Хосе тағы бір баласының дүниеге келу сәтін өткізіп алды. Бірақ Адила өтінішті пошта арқылы емес, жеке тапсыруға кеңес берді. Ер адам басқа штаттан ұшып келіп, өзінің 12-ші өтінішін нұсқаушы Фредерик Стурковтың қолына өзі табыстады. Осы жылдар ішінде Хосе электротехника мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды. Суасты сүңгуірі марафон жүгіріп, ұшақты басқаруды үйренді. Сонымен қатар, ол 5 баланың әкесі. Егер оған тағы да бас тарту келсе, ол бәрібір осында келесі жылы қайта келеді. Хосе ғарыш бағдарламасына қабылданғанын туған күн кешінде білді. Бұл жаңалықты естіген үлкен отбасы қуанып, Хосені құттықтады. Оқуға аттанар алдында Хосе өз көлігін немере ағасы Бетоға сыйға тартты. Хосемен бірге Адила да балалармен басқа штатқа көшіп келді. Стурков үміткерлерге тек өздері ғана емес, олардың отбасылары да ауыр сынақтардан өтетінін ескертті. Олардың көпшілігі оқуды аяқтай алмайды. Астронавт болатындар санаулылар ғана. Калбана Чабла болса, ғарышта болып үлгерген еді. Ол үміткерлерді макеттер арқылы жаттықтырады. Бұл шықет жадын қалыптастыру үшін. Бұл салмақсыздық жағдайында дезориентациядан сақтануға көмектеседі. Олардың санасы әрдайым сергек болып, төтенше жағдайларға дайын болуы керек. Бассейнде Хоседе қиындықтар туындады. Ол абдырап қалып, сынақтан өте алмады. Барлық осы жаттығулар салдарынан Хосенің отбасына уақыты қалмады. Хулио әкесін түнге дейін күтіп, оған өз мектебіндегі жобасын көрсеткісі келді. Извини, что не смог помочь. Ничего. Почему ты так хочешь полететь в космос? Не знаю. Спи уже. Хосе қатты шаршады. Бүкіл денесі ауырып тұрғаннан дұрыс ұйықтай алмайды. Адила күйеуінің тек өзін ғана айтатыннан шаршаған. Осы сәтте Хосеге немере ағасының қайтыс болғаны туралы хабар келді. Бетаны бандиттік атыс кезінде өлтіріп кеткен. Қайтыс болған ағасының қызы Хосеге, сен ғарышқа ұшуға міндеттісің. Осылайша әкемнің рухына құрмет көрсетесің деді. Сынақтардың бірі 8000 метр биіктікте истребительмен ұшу болатын. Ұшу кезінде микрофонда ақау пайда болды. Хосе соған алаңдап, Стурков екеуі басқа ұшақпен соқтығыса жаздады. Мы уже не в летной школе, Эрнандес. Ты на световые годы отстал от остальных. Догоняй или уходи. Хосе бұның бәрі оған керек пе деген күмәндана бастады. Сол себепті ол Калпанадан ғарышта болу қандай екенін сипаттап беруін сұрады. Маманың айтуынша бұл ертегі сияқты әсерлі болған, және ол тағы да ғарышқа баруды жоспарлап жүр екен. Калпана келесі миссияға қатысатын болды. Жаттығулар барған сайын қиындай түсті.
Бірде Хосе қауіпсіздік белдігін шешуге қиналған әріптесін құтқарып қалды. Егер сол сәтте сүңгуірлер араласқанда ол үміткер жарыстан шеттетілер еді. Бір күні жүгіріп келе жатып, Хосе жалға берілетін бір ғимаратты байқап қалды. Енді Аделеге армандарын жүзеге асыруға көмектесетін кез келді. Осылайша әйелдің өзіне тиесілі мексикалық тағамдар мейрамханасы ашылды. Теледидардан колпана қатысып жатқан шаттлдың ұшуы туралы репортаж жүріп жатты. Бір сәтте экипаж байланысқа шықпай қалды. Сол сәтте Хосе тікелей эфирде апатты көрді. Колумбия шаттлы жерден 60 шақырым биіктікте ұшып бара жатып, бөліктерге бөлініп кетті. 7 астронавт қаза тапты. Апатқа шаттлдың қанатын зақымдаған пенопласттың үзіліп түсуі себеп болды. Бәлкім бұл белгі шығар, мүмкін бұл жерден кетуім керек шығар деген ойға батты Хосе, алайда ол қалуды жөн көріп, іріктеуге қатысуды жалғастырды. Бүгін ол тренажерда ең күрделі тапсырманы сәтті орындады. Енді тек 4 үміткер ғана қалды. Апатқа қарамастан, Вашингтон келесі ұшуды мақұлдағанын комиссия хабарлады. Сондықтан олар жаңа команда жинауда. Тебя назначат вторым специалистом миссии. Будешь главным после меня и пилота. Устраивает? Я ждал этого 30 лет, так что... Хосе мейрамханаға ғарышкер формасында келді. Комиссияға ол алдымен әйелімен кеңесу керектігін айтты. Адела болса күйеуімен қатты мақтанатынын айтты. Хосе енді Discovery ғарыш кемесінің экипаж мүшесі атанбақ. Думаете, ему разрешат взять в космос энчилады? Я шучу. Жақындары Хосені көздеріне жас алып шығарып салды. Енді ол бөтен адамдармен тек шыны қабырға арқылы ғана сөйлесе алады. Отбасы Хосеге тосынсый дайындаған екен, оны көруге сүйікті мұғалімі мисс Янг келді. Бұл әйел осы күнді 30 жыл бойы күткен. Ол осы уақыт бойы арманшыл баланың салған суретін сақтап келген. Үлкен отбасы шаттлдың ұшырылуын тағатсыздана күтуде. Техниктер ғарыш кемесін тексеруді енді ғана аяқтады. Жүйкесін басу үшін Сальвадор текила ішіп алды. Что ты сейчас делаешь? Смотрю на фото Сальмы Хайек. Что? Да, Адела жылап жіберді де, күйеуінен аман есен оралуды сұрады. Сол сәтте Хосе осы сәтке дейінгі өмір жолын еске түсірді. Ұшыруға 3 сағат қалғанда ол скафандр киіп, дайындыққа кірісті. Экипажды жүздеген журналист қарсы алды. Олар ұшыру алаңына бет алды. Хосе шаттл ішіне кірді. Оны арнайы орындығына бекітті. Бұл кезде Аделаның жағдайы нашарлап кетті, сондықтан оны Хосенің арнайы бөлмесіне алып кетті. Біраз тынышталған соң, Адела терезеден қарап күйеуінің жеңісін көрді. Негізгі қозғалтқыш іске қосылды. Ұшыру кешені бөлініп шықты. Осылайша Discovery шаттлы ғарышқа көтерілді. Мексикалық егіншілер алқаптарда тұрып, шаттлды көздерімен шығарып салды. Көп ұзамай одан қатты отынды үдеткіштер мен сыртқы отын багы ажыратылды. Хосенің арманы орындалды. Ол ғарышқа шықты. Иллюминаторға үңілген ол жерге қарап тұрды. Сонда ғана ол Калпананың сөзінің рас екенін түсінді. Бұл шын мәнінде ғажайып еді. Экипаж халықаралық ғарыш станциясында 13 күн болды. Ғарышта жүріп Хосе тако жеп, халық ұлы әнін тыңдады. Қазіргі таңда Хосе әлі де жүзін теріп жүр, бірақ бұл жолы өз жүзімдігінде. Ол әкесімен бірге шарап жасап, сатып отыр. Ал Адела өз үйін салумен айналысуда. Достар, фильм ұнады ма? Пікір қалдырып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісейік. Қазақша арнаны қолдайық. Келесі кездескенше аман болайық.